Ассалаумағалейкум. Backend жасаудың қандай жолдары бар? Мобильді қосымша туралы. Яғни мобильді қосымшаға backend жасаудың қандай жолдары бар? Бүгінгі видеода айтамын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Себебі бұл сізге өте қажет. Оны білмесеңіз, сіздің көп уақытыңыз кетуі мүмкін. Backend дегеніміз не? Backend дегеніміз сіздің приложениеңіз болса, оның сервердегі логикасы. Мысалға біреу тіркеледі, оны анау алып бір жерге сақтау керек. Біреу пост жазады, соны барып сақтау керек. Деректерді анализден өткізу керек. Немесе сол сияқты жұмыстың барлығы, общий қандай логика бар, соның бәрі backend. Әдетте ол қолданушыларды сақтау, қолданушылардың логин паролін сақтау, немесе файлды сақтау, файлды өңдеу, файлдың көлемін кішірейту, немесе сол сияқты қандай функция бар, соның бәрі backend. Яғни серверде. Мобильді қосымшаға backend жасаудың мынадай қарапайым жолдары бар. Біріншісі бұл Firebase. Мынадай Firebase деген сервис бар. Бұл үшін сіз сервер сатып алмайсыз. Просто Firebase'ге тіркелесіз. Бұл жерде мүлде оңай, бәрі өте оңай. Тіркелесіз. Бұл жерде хостинг бар, деректер базасы бар, Firestore немесе real-time database. Одан кейін файлды сақтауға болады, қолданушылар тіркеу, электронды почта бойынша Google аутентификация, телефонға код жіберетін тегін айына 10 мың рет жіберсе тегін оның бәрі. Және бұны тегін бастауға болады. Әрі қарай pay as you go деген система бар. Яғни қанша қолдандың, сонша төлейсің, айына осынша төлейсің деген понятие жоқ. Бұрын болған бір тариф, бірақ оны қазір алып тастаған. Бұл осындай проблема шешеді. Сізге серверге ақша төлеп мүлде қажет емес. Енді бұны мен біраз қолдандым. Бұның қандай минустары бар? Бұл жерде тез бастап кетуге болады. Ал енді деректер базасын алатын болсақ, мысалға мобильді қосымшада ең көп қолданылатын бұл деректер базасы, мысалға айтатын болсақ. Бірақ бұл Firebase'де сложный запрос немесе сол сияқты басқа жағына келгенде проблема бар. Қарапайым мысалға поисктің өзін сіз деректер базасында, яғни Firestore'да поиск деген функция жоқ. Ол үшін Algolia дегенді ұсынады. Algoliaмен жаңағы синхрондау керек деректерді, одан кейін барып Algoliaдан іздейсің. Algoliaның өзі тегін бар, бірақ одан асып кетсең ақша төлейсің. Немесе өзіңнің серверіңе қойсаң болады, бірақ оның өзі проблема. Одан кейін cloud функция деген бар. Мысалға мынадай функцияны өте простой түрде істеуге болады. Егер сіздің мысалға жаңалықтар не бар? Мысалға пост шығаратын бір приложение бар. Біреу пост шығаратын болса, барлық қалған қолданушыларға бірден ескерту жіберуге болады. Жаңа cloud функция арқылы ешқандай проблемасы жоқ. Өте оңай істелген. Бұл Firebase'де егер сіз жаңадан бастайтын болсаңыз, сіз мысалға жалғыз өзіңіз болсаңыз, немесе командада адам саны аз болса, онда Firebase'ден бастап өзіңіздің приложениеңіздің қаншалықты танымал болатынын тестілеп көруге болады. Және осыдан бастауды ұсынамын. Одан кейін сіздің қосымшаңыз танымал болып жатырса, одан кейін Firebase'ден аласыз да өзіңіздің серверіңізді қою бұл үлкен проблема емес. Просто өзіңіздің серверіңізді істейсіз, сол жерге бәрін қоясыз. Сол жерде бүкіл бәрі четко, нормально болады. Жақында мен мынадай бұрын парс платформ туралы мен біраз естіген, бірақ қатты көңіл бөлген жоқ. Жақында осы парс дегенді мен қарап шықтым. Бұл қалай? Бұны жасаған Facebook. Жоқ, Facebook сатып алды. Facebook сатып алды да кейін жауып тастады. Бұл жаңа Firebase'ге типа Firebase сияқты сервис болған. Қазір бұл тегін ашық кодты жүйе. Сіз бұны аласыз, өзіңіздің серверіңізді орнатасыз, әрі қарай мобильді қосымша жасаған кезде қолдана аласыз. Бұның қандай функциясы бар? Мына жерде жазып қойғандай, түсінгенім бойынша объект және файл сақтауға болады, юзер аутентификация, жаңа тіркелу, кіру бәрі бар. Push ескерту жіберу, жаңағы сондай функциялар бар. Яғни қысқасы мына Firebase'де бұрын функция аз болған, қазір функция өте көп. Мысалға мына жерде AB тест бар деген секілді. Кейін тіпті сіз өзіңіздің серверіңізді жасайтын болсаңыз да, мына Firebase'ді қолдануға болады. Себебі мысалға бұл жерде push ескерту сіз қанша миллион жіберсеңіз де ол тегін. Және AB тест деген бар. AB тестті көптеген тіпті Mail.ru сияқты компаниялар бір интервьюінде айтты, осы AB тест Firebase'ді қолданады. Просто деректер базасы сіздің өзіңіздің серверіңізде тұрады. Одан кейін бұл жерде мынадай танымал көріп отырғандарымыздай, бұл деген 33.627 жұлдыз бар. Бұл чертовский популярный деген сөз. Және iOS-қа қосымша SDK бар, Android-қа JavaScript, Net дейді. iOS-қа, Android-қа, JavaScript-ке және .NET, Xamarin, Unity, PHP, Arduino, одан кейін әртүрлі сондай функциялар бар.
GraphQL, ең бастысы GraphQL, REST API бәрі бар. Қазір одан кейін қосымша басқа да расширениелер жазылған өте көп деген мына жерде көрсеңіз болады. Қысқасы мен бұны байқап көремін, міндетті түрде мен өзім серверіме қойып, мен өзім серверім бар, сол серверге қоям. Одан кейін жеке видео жасаймын мүмкін, себебі бұл өзің серверіңде болғаннан кейін қаншалықты қандай функцияға ие, соны көруге болады. Мен өзім back4app.com деген .com емес, енді back4app деген мүмкін домендік атауы басқаша бар, соңында сервисті көрдім, осы платформаға негізделген. Жалпы жаман емес ол жерде. Оны да мен байқап көрем. Одан кейін көптеген компаниялар Backend жасау үшін Python программалау тілін қолданады, соның ішінде Django фреймворк. Бұл деген негізі сайт жасауға арналған, бірақ бұл жерге Backend жасаған кезде Python программалау тілімен тез істеуге болады, және соның ішінде сіз Django-ны қолданатын болсаңыз, онда өте тез істеуге болады. Себебі енді бұл Django сияқты тез сен ойыңда бар дүниені тез былай реализация жасауға көмектесетін басқа мен фреймворк көрген емеспін. Django керемет бастама, керемет Backend. Бұны сіз миллиондаған қолданушыңыз болса да, осы Django-ны қолдануға болады. Әрине ол үшін сіз осыны істеуіңіз керек, серверге жариялау керек, одан кейін бұған поддержка жасау керек деген секілді. Мысалға, мен жасап жатқан хабарла деген қосымшада осы основной сервер Backend, яғни осы Django фреймворкта істелген. Мен ұсынатын осындай 3 вариант бар. Мен мынаны қарап көрем, мынаны қолданам қазір, dating app дегенде, dating қосымшасында менде осы жұмыс жасап тұр. Одан кейін мына Django фреймворкта да қолданам, кейбір қосымшалар менде Backend осы да жұмыс жасап тұр. Бұның барлығын біз міндетті түрде барлығымен жұмыс жасаймыз. Басында Firebase бастайсыз, одан кейін соңында өзіңіздің серверіңізді жасауға тура келеді. Себебі сізде қолданатын миллиондаған қолданушы болса, Firebase қолдану сізге невыгодно болуы мүмкін. Ол жерде біраз шектеулер бар, онымен жұмыс жасаған кезде өзіңіз түсінесіз. Мен Telegram каналыма жазылыңыз, сілтеме осы видеоның астында.